абай атамызға һәм малайға 180 жыл толып отыр. Бұл мерейтой тек қана мектептің емес, бүкіл республика, бүкіл отбасыда, бүкіл балабақша, бүкіл білім ордаларында үлкен көлемде тойланып жатыр. Себебі абайдана сіздерде кәдесіз асатын керемет сайыс болады деп сенеміз. Орынбай Тұрмайтын ұстазымыз, Таңдай Ұрындар ұстазымыз, Жүзбек Осәбіл ұстазымыз, Көлбай Ләззат ұстаздарымызға бүгін сіздерге әділ-қазылық жасайтын болады. Енді топтармен қатысса, кім бар жерде? Абдумалик Нұрсезім. Екінші А сынып оқушысы Қаумен Алидов. Г сынып оқушысы Оразғалиев Аян. Және Жаңылдың апасы. Бізде бүгін 4 шартта сайысатын боламыз. Екеуден таңдамақ. Аяз бенен қызарып, ажарланды. Бұлттай қасы жауып, екі көзім. Басын сілкісе қарз алып, мазаңды алды. Ғылым таппай мақтанба, өлең айтып бере аласың ба? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанып. Ғылымға көңіл берсеңіз, білген жердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Әсембай болма, әдеби өнерпаз болса арқалан. Сендегі кірпіш неге кетігін тапта бар қалған. Үсте бас ақырын, сіз соғылмасқа жеріс қылып келіп қалды. Абайдың өлеңдерінің орнына қатарларын қиып, орнына ауыстырғанбыз. Соны ана мен бала қосылып өз орындарына қойып жүрдік. Жолдай шешем жоқ тұрмындай, жастар күлеме, жүгіреме. Өлең сөздің партасы, сарасы, қиырнан қиыз тұрар ел данасы. Күйі болсам, қой болсам, қорада шу, көбелектен тұстарда сайдан. Гүлмен ағаш майысып қарағанда, судың ақ бұраудан ағады суы. Ата-анаға көз қуаныш, алдын алда беркесі. Көкірегіне көз жұбаныш, өлгеннің ой өлкесі. Еркелік жетті, ері жетті, не бітті? Бүгінгі номер 52 мектеп лицейінде Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына орай Абай әлемі отбасы құндылықтың темірқазығы тақырыбында отбасы күнін атап өту іс-шарасында Абайды бірге оқимыз, ана мен баланың сырлы сапары атты 2-ші сынып оқушылары арасында өткізілген отбасылық оқу байқауының жүлдегері номер 52 мектеп лицейінің 2-ші А сынып оқушысы 3-ші дәрежелік дипломмен марапатталады. Ата молодец, өйсіп немерелеріңіздің жарысында жетістіктерге жетіп жүре беріңіз. 2-ші Б сынып оқушы 1-ші топ марапатталады. Енді осы кітаптың ішіндегі бай өлеңін жаттап оқу керек болып, балаларын алып келіп осы іс-шараға үлестерін қосып отқандарыңыз үшін үлкен алғыс айтамын. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашық